Люди не понимают просто простых вещей, выгоды для Казахстана. А этот шум против Китая, это тоже подпускается извне, третьей силой, чтобы нас рассорить с Китаем, здесь рассорить с Россией. Бұлар бопсаланған, бұлар Қытайдың қолжаулығы болып отыр. Қытай отыр десе отырады, тұр десе тұрады. Шеңбер сызса шырайланады, түзу сызса жүреді, нүкте қойса тоқтайды. Қытайдың құлы болып тұр. Қазақстан қазір тәуелсіз мемлекет емес, Қазақстан Қытайдың көлеңкелі үкіметінің. Теперешний председатель Си Цзиньпин относится с большим уважением к Казахстану и ко мне, и ему спасибо. Однако я выстроил очень доверительные отношения. Хоть одного скажите, который нормально взял, переехал и там живет. Нет, все беглые, за них обидно мне. Поэтому предатели, конечно, огорчают. Предатели никогда жизнь свою хорошо не кончают. Потому что у них внутри сидит червь содеянного, что он не прав, что он выступил против собственной страны и народа. И все время хочет, чтобы здесь, в его стране, среди его народа была смута. Ну что это? Это что, благородно? Поэтому я нисколько не переживаю. Қазақстанда қазір формалды қазақ билігі бар, шын мәнінде Қытайдың дип стейті, яғни көлеңкелі үкіметі, Қытайдың баламалас үкіметі Қазақстанда өз әмірін жүргізіп отыр. Слышу сейчас, что вот Китай нас якобы захватывает. Где? Кого захватил? У меня есть договоренность с руководством Китая, когда строим мы совместно казахстанско-китайское предприятие, и правительство подписывает, сколько специалистов придет сюда. По окончании строительства все уходят. Не надо фантомные страхи какие-то завести. Қытай кірді, бәле кірді. Қытай міне Орта Азияның, міне Горный Бадахшан Тәжіктің жерін алды, міне енді арғарай ол тоқтамайды, қанағат қылмайды. Мен осымен тоқтайын деген Қытайды ешқашан тарихта көрілген жоқ. Қытайдың арғы бергі 5000 жылдық тарихында ол Қытай қанағат дегенді білген қауым емес. Ол тек жеуді біледі, ол тек жаулауды біледі, жұтуды біледі, ол тек қыруды біледі. Ол өзінің халқын аямайды. Қытайдың қанына сіңген нәрсе бұл. Ендеше, мынау қазақтың жерін, аграрлық жерін заңға енгізіп қойды, ана біздің сұмырай депутаттар, ана біздің ұлттың сатқындары, қазақтың сатқындары, қазақтың жаулары. Оны тағы ұялмай, қызармай, біз аграрлық жерді бермейміз. Инвесторлар Қытайлар келіп орман егеді, оны кез келген уақытта аламыз. Атаңның басы, жер шарында бірде-бір инвестор жоқ, орман егетін. Орман деген ол 25-30 жылсыз оның жаңағы пайдасы қайтпайтын, салған инвестициясы қайтпайтын дүние. Ол неге Америка, Еуропа елдері Қытайға жерін беріп орман еккізбейді? Неге мына арабын еккізбейді? Неге түрік еккізбейді? Неге мына Ресейдің орман еккізбейді? Ресейдің мына қиыр шығыстағы, Сибириядағы жаңағы орманын Қытай құртты ғой міне. Ол қазақтың жерін Қытайға беріп орман еккізем деген адамның тілін жұлып алу керек. Ине пісіп өлтіретіндей қылмысы бар. Ұлттың сатқыны, 77 ата бабасына нәлет болсын, қарғыс болсын, және 77 ұрпағы мәңгі бақи басын көтере алмайтын ұлт сатқыны ғана қазақтың жерін Қытайға беріп орман еккізем дейді. Бұлар бопсаланған, бұлар Қытайдың қолжаулығы болып отыр. Қытай отыр десе отырады, тұр десе тұрады. Шеңбер сызса шырайланады, түзу сызса жүреді, нүкте қойса тоқтайды. Қытайдың құлы болып тұр. Қазақстан қазір тәуелсіз мемлекет емес, Қазақстан Қытайдың көлеңкелі үкіметінің қолжаулығы болып отыр. Қазақстанда қазір формалды қазақ билігі бар, шын мәнінде Қытайдың дип стейті, яғни көлеңкелі үкіметі, Қытайдың баламалас үкіметі Қазақстанда өз әмірін жүргізіп отыр. Сондықтан біздің мынау сұмырайлар қазақтың жерін Қытайға берудің мың сан айласын тауып, 2016 жылы халық ереуілдеткен кезде шарасыздан 5 жыл мораторий жариялап, осы жолы да аш отырған, коронавирустан қырылып, жаңағы ашумен ызасы тасып отырған халық әлеуметтік желіде бірден көтеріп, қазақ жерін Қытайға бергізбейміз дегенде шошып кетіп, тағы 5 жыл жаңағы мораторий жариялады. Неге 500 жылға мораторий жарияламайды? Неге 5000 жылға мораторий жарияламайды? Жер шарында 200 мемлекет бар, соның ішінде жерін Қытайға берем деп жанталасып отырған бір ғана сұмырай билік бар, ол қазақ билігі. Ешкім жерін Қытайға бергісі жоқ, бір сүйем жерін бергісі жоқ. Бірақ біздің сорлы сатымсақ билік қазақ жерін Қытайға бермекші. Ол ешқашан іске аспайды.
Қазақтың азаматтары, бүкіл Орта Азияның түріктері, бүкіл жер шарындағы түркі халқы одақтасып, мынау ата жауымыз, 5000 жылдан бергі ата жауымыз, бізді 5000 жылдан бері ығыстырып отырып, ең соңында 5000 километр жерімізді тартып алған мына ата жау Қытайға біз жерімізді 5 сүйем, 5 қарыс жерімізді 5 секундқа да беруге болмайды. Бердік, құруымыз. Және бұл жолда біз үндеуімізді тастадық. Қазақ жерін Қытайға бергізбеудің жолы. Барлығымыз, мен Бәленбай Түгенұлы, мен Қазақстан азаматы, Түген облыс, Түген аудан, Түген ауылдың тұрғынымын. Жаңа жеке куәлік нөмірі мынау, жаңағы осындай прописка мына жерде. Мен қазақ жерінің шетелдіктерге жалға беруіне, Қытайға жалға беруіне, орман егуге беруіне қарсымын деп видео үндеп тастап, нағыз ата жұрттың телеграм каналына қосылып, және өзіңіздің жеке парақшаңызда жариялап отырыңыз. Ал осының 1 миллион қазақтың арызын жиып, ертең 2026 жылы біздің билік, сатымсақ билік Қытайға қазақ жерін береміз деген кезде Еуропа мен Американың күшінен пайдаланып, біз осы сатқындықтың алдын аламыз. Себебі қазақ жерінің мына Қытай фашистеріне берілуіне Еуропада, Америкада қарсы. Жа, сөзіміз тамам. Міне таң атты. Ойбай, мен енді аузымызға келсе ауызға, келмесе мұрынға құймасақ үлгірмейтін болдық. Ауыз мына сәресі ішіп, аузымызды бекітіп алайық деп. Енді о дүниеден үмітіміз бар. Енді о жақта көп қордың қызы бар дейді, жәннат дейді, тегін дейді, жеміс әшейін. О жақта мына Нұр Отан жоқ дейді, о жақта мына парақор шенеуніктер жоқ дейді, о жақта мына коррупционер жоқ дейді, о жақта мына әділетсіз сот жоқ дейді. Енді мына дүниеде әбден қорлық көрдік қой, сотталдық, қуғындалдық, өліммен жаңағы қорқытты, қастықта жасады, көрмегеніміз қалмады, түрмесіне де отырдық. Енді бұл дүниеден көрмеген қызығымызды кем дегенде о дүниеде көрек деп ораза ұстап жүрміз енді. Енді бұл дүниеде ала алмаған жаңа тоқал-соқалымызды о жақта жаңа тегін береді дейді ғой, бәлем 20 дейме, 50 дейме, білмеймін, әйтеуір бере берсін бізде енді. Берсе болды енді. О дүниеде кредит жоқ дейді. О дүниеде парақорлар жоқ дейді. КМБ, КГБшниктер жоқ дейді. Мынау маймыл әртіс сатқындар, үруге лицензиясы бар, иттермен аңырауға лицензиясы бар, есектер билеуге лицензиясы бар, маймылдар жоқ дейді. Әйтеуір о жақта бәрі жақсы дейді ғой, соған барсақ сол жағына барайықшы деп енді қорыққаннан ораза ұстап жүрміз. Барлықтарыңыздың ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Мына дүниеде бізді Құдай тағала сынаққа берді. Ашамайымызды жуып 5 уақыт тоңқаңдасақ болды, жәннатқа кіреміз деп ойламай, Құдай тағала бізді бұл дүниеге сынаққа жіберді. Мына дүниеде біз о дүниелігімізді, мына дүниелігімізді, екі дүниемізді ұстаймыз. Бұл дүниеміз бен ақиретімізді тепе-тең ұстап қана Құдайдың емтиханынан өтеміз. Егер бұл дүниеде біз ақиқатшыл болмасақ, аққа жақ болмасақ, барлық зұлымдыққа қарсы тұрмасақ, о дүниеде Құдайдың бізге мейірім төгуі екіталай. Сондықтан біз әділетшіл, ақиқатшыл болып, ата-бабадан қалған жерді қорғауға тырысайық. Әрбір қазақ бұған міндетті. Және қазақтың жерін қорғау парыз. Бейне Құдайға құлшылық жасау парыз болған сияқты, ата-бабаның жерін қорғау парыз. Ата-бабаның жерін қорғауға сен кіріспедің ба, онда сен тозақылықсың. Екі дүниеде оңбайсың. Ақыретте сол Қытай кәпірлерімен, Қытай буддистерімен, Қытай мүшіріктерімен бірге тұрасың. Сен 1000 жыл намаз оқысаң да бір тиын, егер сен ақиқатшыл болмасаң. 1000 жыл намаз оқыма, күніне 1000 рет нәпіл тахажжуд оқысаң да бір тиын, егер сенің жүрегіңде шыншылдық, әділетшілдік, өзіңнің отаныңа, халқыңа деген махаббатың болмаса.